Сәлем достар, бүгін 2 апельсиннен 4 литр үй жағдайында апельсин шырынын дайындайтын боламыз. Дәмі керемет болып шығатын табиғи шырынды менімен бірге дайындаңыздар. 2 апельсинді ыстық суға жуып алып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қатыруға қойып қоямыз. Тоңазытқышта 2 сағат тұрған апельсинді енді осылай ұсақ бөліктерге бөліп алып, бізге бұл жерде блендердің көмегі керек болады. Егер сіздерде блендер болмаған жағдайда мясорубканың да көмегімен езіп алуларыңызға болады. Міндетті түрде 4 литр қайнаған суды дайындап қоюларыңыз қажет болады. Енді үгітілген апельсинді ыдысқа салып, 1 литр қайнаған суымызды құйып, 15 минутқа қойып қоямыз. Апельсин шырынын енді үлкен ыдысқа құйып аламыз және сита арқылы өткізетін боламын. Сита болмаған жағдайда мәрліні де қолдануларыңызға болады. 3 литр суды құйып және 400 грамм қантты салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламын. Және жарты қасық лимон қышқылын қосамын. Толық суға қойып қоямыз. Осымен апельсин шырыны дайын.